Қазір көбінесе Қазақстанда білім неге дамымай жатыр деген сұрақ туындайды. Біз басқа мемлекеттер сияқты неге мықты бола алмай жатырмыз. Ол туралы мен бір жаңалық ашпай ақ қояйын, бірақ бәрін білетін, бұрында айтып кеткен Абай Құнанбаевтың сөзі бар. Баланы тәрбиелейтін ата-ана бірінші, одан кейін ұстаз, одан кейін достары дейді, қоршаған. Бізде осы үш нәрсе бұзылған. Бірінші ата-ана. Ата-ана ешкім тәрбиелей алмайды баланы мықты қылып. Ата-ана мықты болмаса, бала ешқандай жетістікке жете алмайды. Көбінесе қазір не істейді ата-аналар? Бірінші кінәлі мұғалімдер, ұстаздар дұрыс бермейді, сабақты үйретпейді, өздері білмейді деген сияқты бүкіл нәрсені ұстазға жауады. Баламен негізгі жұмыс істейтін бірінші ата-ана. Тағы да ата-аналар көбінесе баламды білімді қылу үшін деп өйтеді, қинап, қысып, КТЛ, НИШ, РФМШ сондайға түсіруге тырысады да. Баладан сұрамайды. Балаға керек па ол? Көбінесе ата-ана мен балам мынандай жерде оқып жатыр деп мақтану үшін түсіреді да. Ода оқыған балдардың барлығы жетістікке жететініне көздеріңіз жете ма? Бейшенбаевты алыңыздар. Оқымаған жері жоқ. Бірақ тәрбие болмағасын ата-анадан мықты подход болмағасын, ол бала жетістікке жетуі де мүмкін, бірақ бірден құлауы да мүмкін. Енді ұстаздарға келейік. Ұстаздардың бәрі идеалды отқан жоқ, оларда да бар, бірақ біздегі білім саласы өте нашар. Қазіргі министерствоның құлағына алтын сырға. Мен мектепте оқыдым, колледжде оқыдым, универде оқыдым. Бірақ ешқашанда көрген емеспін, бұрында біздің мұғалімдердің отчет тапсырып отырғанын, қағаз жазып отырғанын көрген жоқ. Олар сабағын береді, жүреді, демалады. Мектепте де сонда. Қазір бізде қағаз деген азайттық дейді, әлі көп. Мысалы, өзім сабағымды айтып берейін да. Мезгіл жетіп туған бала деген жұмыс бағдарламасы 2 сағат теория жазасын, соны дәл 6 сағат деп жұмыс бағдарламасына мезгіл жетіп туған бала жазамыз. Бір рет па, одан кейін екінші рет. Мезгіл жетіп туған бала журналға жазасын 2 сағат деп, мезгіл жетіп туған бала деп 6 сағат деп практика журналға жазасын. 2 рет па, 3-ші рет. Мезгіл жетіп туған бала деп КТП деген бар, тематический план деп 2 сағат деп жазасын, одан кейін мезгіл жетіп туған бала деп 6 сағат деп жазасын КТП-ға. 3 рет па, одан кейін отчетқа жазасын, мезгіл жетіп туған бала, одан кейін тағы да 4 рет. Оның 4-ті 2 реттен жазғанда 8 рет көп. Үшінші нәрсе, енді екі осы нәрсе дұрыс болмағаннан кейін бала қоршаған достары қандай болады? Ол белгілі нәрсе. Наркомандарға, тағы да басқа алкоголиктерге, көшеде жүріп төбелеседі, гоп-стоп жасайды, сонда жерге кетеді бала. Бала не істейді? Өйткені басында ой бір дұрыс болмады. Осы туралы не